Кайырлы күн кыздар. Бүгүн сиздерге өтө ерекше, дәмді болуп дайындалатын баклажандан жасалган өрелеттин жасалуу жолун көрсөтөтүн болам. Алдымен бизге кереги 2 баклажан. Баклажанды жууп тазалап, 2 шетин алып тастайбыз. Жукалап кесип аламыз. Осылай кылып жукалап кесип алатын боламыз. Кесип барлыгын дайындап коябыз. Енді 3 жумурткамызды осылай дайындап аламыз. Шанышкынын көмөгүнөн жакшылап иземиз. Одан кийин баклажаныбызды унга аунатып, одан соң жумурткага аунатып, одан соң панировочный сухариге аунатабыз. Мына жерде панировочный сухарилерим менин көрүнбөй калган. Жакшылап барлыгын аунатып аламыз. Міне осындай болуп чыгат. Достар, эгер менин каналыма тиркелмеген болсаңыз, менин каналыма тиркелип кетиңиздер. Осылай баклажандын барлыгын дайындап алдым. Енді кызып турган майымызга баклажандарды 2 жагы кызарганча жакшылап кууруп аламын. Майымыздын асты орточо отто турса болот. Осылай жакшы этип кууруп аламыз. Көп убактыңызды алмайды. Осындай ерекше етип жасауыңызга болот. Кагаздын үстүнө баклажандарды соргутууга коюп койдум. Енді арасына салатындарын дайындаймыз. Ол үшін бізге салат жапырақтары, сарымсақ, майонез және қызанақ қажет болады. Сарымсақты майонезге араластырып аламыз. Содан кейін баклажанның беткі бөлігіне жағып, салат жапырақтарын орналастырып, оның үстіне помидорымызды салып, ораймыз. Осылай орап аламыз. Тағы да көрсетейін. Майонезді жағып, салат жапырағы мен помидорды қойып орайтын боламыз. Міне, менің баклажандарым дайын болды. Өте ерекше, дәмді болып пісті. Бұны холодный ретінде де пайдалансаңыз болады. Дәл осылай жасап көруге кеңес беремін, қыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын.